Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен қатпарлы тоқаштың істелу тәсілімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріп, комментарий жазып, лайк басып, тіркеліп отыруларыңызды сұранамын. Сонымен бізге керегі қамыр үшін ұн, жылы сүт, жылы су, шекер, тұз, дрожж, бір жұмыртқаның ағы, салмасына сүзбе, ұн, шекер, бір жұмыртқаның ағы, қаймақ 20% бұл жерде. Сары май керек болады. Бірінші қамырын елеп алатын боламыз. Жылы сүтімізді, суымызды, бір жұмыртқаның ағын салып, тұз, шекер қосып жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Үстіне дрожжды қосамыз. Осылай араластырып алып, ереп қойған ұнымызды салып, орташа жұмсақ қамырды илейтін боламыз. Міне осындай жұмсақ қамырды илеп, жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Біз оған дейін салмасын істейтін боламыз. Сүзбеге шекерімізді, жұмыртқаның ағын, қаймағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне бір қасық ұнымызды қосып, оны да қосып араластырып дайындап қоятын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Жұмсақ, әдемі қамыр. Бұны майда бөлшектерге бөлу үшін бірінші екіге бөліп аламыз. Екіге бөліп алып, майда бөлшектерге бөлетін боламыз. Бұны мен 18 бөлшекке бөлдім. Осындай майда бөлшектерге бөліп, кішкене суалып, тағы да бетін жауып қоя тұратын боламыз. Осылай жауып, 10 минутқа қойып қоямыз. Соңынан осылай кішкене күлшелерге бөліп жайып аламыз. Ыдысымызға ұн сеуіп алып, күлшелерімізді соған жайғастырып, бетін бөлме температурасында еріп тұрған майымызды қалыңшалап етіп жағатын боламыз. Әрбір қатарына осылай қалыңша етіп май жағып отыратын боламыз. Осының соңғы қатпарға май жағылмайды. Бетін жақсылап жауып, мұздатқышқа жарты сағатқа майы тоңғанша қойып қоямыз. Бетін жақсылап жағамыз. Міне жарты сағат өтті. Біздің майымыз жақсы тоңды. Енді осыны жаятын боламыз. Бұл енді майы шығып кетпейді. Әдемі жайылатын болады. Қалыңшалау етіп жаямыз бұны. Осылай қалыңшалау етіп жайып, бұны рулет қылып орайтын боламыз. Міне қамырдың жиегін осылай жинап алып, рулет қылып орап, тағы бөлшектерге бөліп кесетін боламыз. Мен бұл 9 қатар болды бұның қатпары.
мен осыны 8 бөлшекке бөлдім. Бұдан үлкен болып шықты тоқаштарым. Арасына сүзбе салмасын салдым бұл үлкеніне. Сосын 4 бөлегін алып қалып, екіншісінен оны тағы да кішілеу қылып бөліп, оларға шоколад салдым. Әртүрлі болсын дедім. Сіздерге алдында көрсетпедім. Міне осылай ұяшық қылып, бірінші ортасын ұяшық етіп аламыз. Осыған салмамызды салып, осылай жақсылап бүгіп, оңғаратамыз, формаға келтіреміз осылай. Бір 5 минут осылай жағып қойсаңыз, тез жақсы бүгіледі. Осылай шымшып отырып, жегіп бекітіп, оңғаратып, кішкене формаға келтіреміз. Осылай енді тағы 10 минутқа бетін жауып қоямыз бұның көтерілуге. Мұны жаңа айтқан кішкене бөліктерге бөліп, бұның ішіне шоколад салып бүктім. Бұл шағындау кішілеу болды. Бұның шоколад, күнжітті шоколад екен. Мен бұның бетіне де күнжіт септім, сосын сепке. Осындай формаларға келтіріп алдым. Міне сүзбелі тоқашымыз көтерілді. Бұны 200 градуста жарты сағатқа қойып қоямыз. Міне отта көтеріліп жатыр. Біздің шоколадты салмалы тоқашымыз да көтерілді. Бетіне жұмыртқасын жағып, кішкене күнжіт сеуіп, бұны да 200 градуста жарты сағатта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің тоқашымыз дайын болды. Бетіне ақ ұлпадан сеуіп, дастарханға беруге болады. Осылай. Асты үсті таза әдемі пісті. Міне екінші тоқашымызда шоколадты салмамен істелген осылай дайын болды. Міне күтірлеп тұр әдемі. Сонымен біздің тоқаш дайын. Сіздермен бірге болған Лейла. Видеоның соңына дейін көрсеңіз, ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отырыңыздар.